Қостанай облысының әкімі Архимед Мұхамбетовтің айтуынша, елбасының тапсырмасы мемлекет пен жеке меншік әріптестік аясында биыл бірнеше жоба жүзеге асады. Өңір басшысы біздің арнамен тікелей эфирде байланысқа шықты. Құрметті Архимед Бегежанұлы, дағдарысқа қарсы бағдарлама аясында қандай шараларды қолға алдыңыздар? Кешарғани, біз дағдарысқа қарсы көптеген шараларды бекітіп қазір жүзеге асырып жатырмыз. Соның бірі мына оңтайландыру жұмыстары. Өткен жылы сол жұмыстар арқасында біз 4,5 миллиард теңгені қысқарттық жергілікті бюджеттен. Негізінде олар оның алдында сол мәдениет, спорт шараларына бағытталған болатын. Сосын біздің мына облыстық департаменттер, басқармашылықтар басқа ғимараттарда жалдап отырған. Оларды қазір коммуналдық меншіктегі ғимараттарды босатып, сонда көшірдік. Соның арқасында 110 миллион теңге біз үнемдедік. Үнем жайлы елбасы үнемі айтады. Архимед Бегежанұлы, сіздің облыс қанша қаржы үнемдеді? Бұл жерде енді мысалға біздің бір 4 басқармашылық бір үлкен бизнес центрде орналасқан болатын. Оларды қазір біз босаған ғимаратқа көшіріп 42 миллион теңге қаржы үнемдеп отырмыз. Бір мына шара бойынша. Жалпы басқа шаралар бойынша ол мәдениет шарасы болсын, спорт шарасы болсын, қазір қаржыны біз қысқартып жатырмыз. Ең басты мәселе бұл жерде енді жұмыстарды тиімді жүргізу, жанар-жағармай сатып алу бойынша да, басқа материал техникалық базаны нығайту бойынша да біз 200 миллионға жуық қаржыны үнемдеп отырмыз. Тұшымды жауабыңызға рахмет.